Төле Би ауданында мемлекет басшысының өңірлерді дамытуға бағытталған тапсырмасы жүйелі жүзеге асуда. Соның нәтижесінде әлеуметтік экономикалық маңызы бар жобалар қарқын алып, жаңа кәсіпорындар іске қосылуда. Осы жұмыстарды таныстыру мақсатында аудан әкімдігі бақ өкілдеріне арналған пресс-тур ұйымдастырып, журналистер бірқатар маңызды нысандарды аралап көрді. Мемлекет басшысының тапсырмасы өңірлерді дамыту, инфрақұрылымды жақсарту. Осы бастама аясында Төле Би аудандағы ауыл аймақтар қарқынды дамып келеді. Пресс-тур барысында журналистер аудандағы бірқатар нысандардың жұмысымен танысты. Алғашқы нысан Сұлтанрабат ауылында орналасқан Айк KZ жұмыртқа қорабын өндіретін кәсіпорны. Өндіріс орны өз жұмысын 2026 жылдың ақпан айында бастаған. Бүгінде кәсіпорын күндігіне 31 мың дана жұмыртқа лотогын шығарады. Қазіргі таңда өнімдер 4 бірдей құс фабрикасымен жасалған келісімшарт негізінде тұрақты түрде жеткізіледі. 2026 жылдың ақпан айынан басталды. Қазіргі таңда біздің мекемемізде 6 жұмысшы жасайды. Бір сменада. Негізі бізде 2 смена жұмыс жасауға әбден мүмкіндігіміз бар. Біз өніміміздің шығарудың негізгі сырьесі макулатура болып табылады. Коробка, картон, газет, журнал дегендей. Сондықтан бізге ол сырьелар Тараз қаласынан, Ақтөбе қаласынан, Жезқазған қалаларынан жеткізіп отырады. Өзіміздің договор жасаған компанияларымыз бар. Сондықтан бүгінгі таңда сол қағаздың переработка жасау арқасында тауық фабрикаларында біз осындай жұмыртқа лотоктарын істеп шығарып отырмыз. Қазіргі таңда біз Шымкент құс, Аймар құс, Шұбар құс, Тасай құс деген фабрикалармен арнайы жұмыс жасап отырмыз. Құдай қаласа, олар біздің өнімімізден көңілі тоқ. Сапа жағынан, баға жағынан әрқашан оларды қамтамасыз ету жағы бүгінгі таңда ең проблема нәрсе стабильный обеспечение. Бізде Құдайға шүкір запастарымыз көріп отырсыздар. Беморал біз бір ай запаспен жүреміз минимум. Сондықтан біз істеп жатқан фабрикаларымыз Құдайға шүкір бізден көңілі тоқ. Біз жыл бойы, тәулік бойы жұмыс істеуге әбден дайынбыз. Біздің оборудованиямыздың негізгі производительності дейді, істеп шығару мүмкіндігі тәулікте 75-80 мың штукқа дейін данаға дейін істеп шығара алады. Біз қазіргі таңда бір сменада 28 мың 31 мың количество арасында істеп шығарып отырмыз. Қазақстанның ішіне Уральск, Шымкент, Тараз, Түркістан. Қазіргі таңда енді басқа қалалардан да сұраныс түсіп отыр. Біз логистика мәселесін шешіп алатын болсақ, Құда қаласа. Одан бөлек Қырғызстаннан Бішкек қаласына бізге фабрикалар шығып отыр. Олармен де осы аптада бір договорын жасап, біз таможня жақтарының қажетті құжаттарын істеп бітіре алатын болсақ, олармен де Құда қаласа жақын күндерде экспортын жолға қоямыз. Келесі нысан Фишхаус балық шаруашылығымен айналысатын кәсіпорын. 2024 жылдың күзінде құрылған шаруашылық сазан, бекіре, форель балықтарын өсірумен айналысады. Жылдық өндіріс қуаты 150 тоннаға дейін жетеді. Қазіргі таңда мұнда 5 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Кәсіпорын өкілдерінің айтуынша балық шабақтары Өзбекстаннан, ал форель уылдырықтары Польша мен Даниядан жеткізіледі. Сондай-ақ алдағы уақытта өңірде балық жемін өндіретін зауыт іске қосылып, форель уылдырығын жергілікті жерде өндіру жоспарлануда. Біз шаруашылығымызда сазан балығын, бекіре балығын и форель балығын асыраймыз. Экспорт бізде әлі жоқ, оған әлі жеткен жоқпыз, бірақ Алматы, Астана биыл өзіміздің Төңірек, Түркістан облысына соны балықты сатып жатыр. Кафелерге, платный рыбалкаларға сол кісілер алып жатыр. Қазір биылғы таңда балық жетпей жатыр. Бәрі сұрап жатыр, сұраныс бар ма, жоқ па? Сұраныс өте көп, потому что кафе күніге ашылып жатыр, кафелер, рыбалкалар күніге ашылып жатыр, бірақ балық өсірушілер әлі ондай көп емес. Сол үшін сұраныс өте көп. 2 жыл болды, биыл 2-ші жыл. Сол бұл қазір көріп жатқан балықтарымыз ол 2-ші партия болады. Идея туындағанда уже бұрынғы бала шағымыздың арманымыз еді, сол балық асырап, сол қарап, үйреніп, сол основной жұмысымызды тастап, осы балыққа келдік. Жоқ, ол қызыл кітапқа сол сояқта теңізде ұстасаңыз, ол болмайды. Бірақ асырауға, наоборот, ол болады. Ол үкімет басшысы да айтып жатыр, сол балық асыраңдар, сол көбейтіндеріңдер. Соған без проблем оған бүкіл разрешениеміз да бар бекіре балықтарға. Сол мен өзім бекіре балығын шығармайын, олдырықтан. Мен уже шабағын сатып аламын. Шабақ 100 грамм шабақ сатып аламын да, сол дальше бұл уже мына қазір көріп жатқан уже 2-ші партиямыз. Ана 1-ші партиямыз уже саттық, сол бұл 2-ші партиямыз қазір. Форельді де сөйтіп аламыз. Анан ішіне қазір көрсетеміз, инкубациямыз бар, өзіміз инкубация. Содан шығарып, шабақ шығарып,
лишний шабақтар сатып, анау қалғандарын товарныйға жеткізіп сатамыз кафелерге, ресторандарға. Мен шаруашылығым негізі 150 тонна бар. Иә, құда қалса биыл 150 тонна шығамыз деп. Алда уақытта көбейту мақсатымыз жоспар бар. Енді әкімшілік тағы да бізге көмектессе, сол жоспар бар. Жоқ, сұраныс өте көп қазір балыққа. Мен айтып жатырмын, любой балық, сол бекіре балығы да, форель да, сазан да өзінің клиенті бар, өзінің покупателі бар. Журналистер дана тігін цехының жұмысымен де танысты. Бүгінде кәсіпорын 150 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Мұнда жаздық және қыстық арнайы жұмыс киімдері тігіледі. Кәсіпорын тәулігіне 250 дана арнайы киім жиынтығын өндіреді, ал жыл сайын 150 мың жаздық және 90 мың дана қысқа арнайы жұмыс киімін шығарады. Дайын өнімдер еліміздің өңірлерімен қатар Ресей нарығына да жөнелтілуде. Қазіргі таңда бізде 150-ден аса қыз-келіншектер жұмыс істейді. Бәрі өзіміздің Төле би ауданының қыз-келіншектері. Қазіргі таңда Ресейге тігіп жатырмыз. Ресейдің темір жолшыларын киімін тігеміз. Қыстықта, жаздығында тігеміз. Қазіргі таңда данный момент жүріп атқаны қыстық киімдері. Қосымша еще Қазақстанның өзіміздің өнімдерді тігеміз. Тапсырысқа байланысты. Жалақы енді әр тігіншінің разрядына байланысты, бірақ ең төмені бізде қазір 130 мыңнан басталады. Мамандарды көбінше өзіміз үйретіп жатырмыз. Мамандар келген қазір жаңа дамып жатыр ғой, жаңа аппараттар алып жатырмыз, қазір көрсетемін. Оны үйренуі де өте оңай, жылдам жастарға. Сол аппараттарға студент балдар, қазір рұқсат берілді ғой жұмыс істеуге. 14 жастан бастап, қазір 16 жаста балдарға 3 ай ол балдарды біз қазір алып жатырмыз. Ол жігіттерді бізде жұмыс істеп жатыр. Күндігіне 250 пар комплект тігіледі. Ол бізде курткасы бар, ішінен киетін съемный дейміз, съемный курткасы бар, шалбары бар, капюшоны бар. Біз бірақ қазір данный момент шалбарын тігеміз. Курткасын бізде қалада филиал бар, қала тігеді бізде оны. Шикізатты Ресей өзі жеткізеді. Біз тек тігіп берушіміз. Сертас ауылында орналасқан Азия Milk мал шаруашылығы кешені бүгінде фермада 165 бас ірі қара өсірілуде. Кәсіпорын алдағы уақытта мал басын көбейтіп, жыл соңына дейін олардың санын 1000 басқа жеткізуді жоспарлап отыр. Сонымен қатар сүт өнімдерін өндіру көлемін арттыруды көзделген. Ферманың өндірістік қуаты жылына 1300-1350 тонна сүт өндіруге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда мұнда 40-тан астам адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Кәсіпорын толық іске қосылғанда өңірдегі бірқатар фермалармен жұмыс істейді. Бізде кәсіпорны бұл сүт өндіруші ферма, сүт сауым. Бізде енді басталып жатыр. Бүгінгі күнде Даниядан бір 165 мал келген. Қазір карантинный зона болып тұр. Жайлап ары қарай жылының соңына дейін сол 1000 басқа жеткізу жоспар. Экспорт емес, бізде қазір осы ауылда Foodmaster деген компания бар. Сол фирмамен келісім шартқа тұрып жатырық. Біз құнажына келгенбіз. Ол 2 ай, 3 айдан келген туы басталады. Сол кезде сүтке кіреді. Вентиляционный системаларымыз Даниядан келген ол да, Скоф фирманыкі. Мамандарымыз осы жұмысты бізге жүргізіп, не қылып беретін, біз Беларусиядан мамандар алдырғанбыз. Бүгінде ауданда инвестициялық жобалар кезең-кезеңімен жүзеге асып, жаңа жұмыс орындары ашылуда. Бұл өз кезеңінде өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына серпін беріп, кәсіпкерлік пен өндіріс саласының өркендеуіне оң ықпал етуде. Нұрдәулет Бижанов, Райымбек Әмзе, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.